Ya kişi soğuyordu mu bavrum insan? Toy jönünde. Жақсы. Sonu bavrum bir söylesip görüyordu. Қашан сөйлесермін? Ya жалпы bugün қазір как раз bir бос едім ғой кішкене. Соны сөйлесіп көреді ғой. Мен Тонш микрорайонда Ардагерде қаймақ дейтін ресторан бар, кафешка. Сол жерге келсеңші. Все, давай-ка шайнерға мен соғып кетермін онда. Я соғып кетшеші де, сол жақта күтемін бауырым. Все, давай. Давай. Жақсы өздерің қамадасың осы да, қансия отыр бол. Той жөнінде сөйлесейін дедім сен бол. Той жөнінде ме? Давай. Қалайсыңдар? Жақсы, алғашқы өздерің қалайсыңдар? Аман. Жалпы қалай бауырым? Тойға бір інім үйленіп жатыр еді. Бір бауырым інім. Соған тойға сол үшін звондап шақырылдыңыз. Қаншаға шығасың жалпы? Тойға да үлкен той ма, үйлену тойға той? Үйлену той ғой. Көрсің ғой. Бір азыма скидкамен жасап бершеші. Скидкамен 350 болатын шығар. Қашан болады? 150 мыңға ма? 350 де өтсін ба? Той дейтін бұйырса бір аптаға. Бір аптаның ішінде. Июльде ме? Андай, июльде осы алдымызда бір аптаның ішінде. Барлық заттарыңыз бар ма андай? Я енді барлық заттарында өзім ғой, диджеймен барам. Диджеймен барасың. Чисто, я. Сосын ән айтамыз. Өзім жақсы әдемі шығады, қазір соны айтамыз. И плюс ойындар бар, как положено бар. Мен де тамашпен шыққам, ұйықтан тұрып ше. Бірдеңе заказ берейік онда. Бола ма бауырым? Официант бола ма? Алейкум ассалам. Еппен қандай томап бар, стейк сияқты нәрсе бар ма? Қандай бар? Рибай стейк деймін бар, исговедение. Рибай стейк. Неме? Тойымды ма? Порциясы. Қасына не бар? Бүгін бір кейін туған күн еді соған кішкене. Дұрыс болшы. Да. Жаймен деп жүредім ба. Ас болсын. Рахмет саған. Мощный шақырыр. Официант қайда? Официант! Шаймен бір торт бірдеңе алдыртайды. Алдырасың. Торт алып келе қойшы. Торт бар ма торт? Андай бар ма бауыр? Құрас берші. Қазақтың сладкасы болады ғой. Бар ма сонда? Астарки болады ғой. Мини зуры там бірнеше жоқ ондай. Чиз тортқа сізде шайға. Қандай бар? Сникерс берсейші. Сникерс бері ғой. Ас болсын құрас. Бас. Тұрып болады, чем екен? Керемет екен. Осы ма жаңа қаймақ дейтін, да? Қаймақ деген осы болып болады. Бұйырса құрдас келістік қой. Рахмет Абдуш. Глапачев қыласың, біз мұнда үйдің кәсіпке соғынан бері ғой. Болды. Соған жүре қойсын болды. Бүгін жоқ қоям ғой? Главный, бос болсаң болды ғой. Алдыңызда мен бір заказ аткен болды. Аха. Бұйыртса, құттатамыз ғой. Мен қолым жуған ішілесі. Olan bağırmışsın. Есімің кім? Арсен. Қалай? Арсен. Арсен. В общем, мына счет деген нормально шыққан ғой. Короче, мына жігіт мен қонақ шақырған ғой жаңа. В общем, отырамын, өзім төлеймін де, енді короче жоқ. Вообще телефонымда жоқ, өзімде жоқ. Енді сен мынаны мен счетым шығарып кетші, сен өзімді жеген төлеймін. Қалғанын өзі төлейді шығар, білмеймін, мен проблема емес қой. Бізде болмайды тут. Полностью төлеу керек вообще. Жоқ, өйтіп болмайды дегенде енді сен камерадан қарасаңдаршы, мен алып төлеу керек. Танымаймын ғой шы балам, танитын болсаң төлеймін. Вот мен танымаймын да мен деген. Полностью либо расчет төлейсіз, либо охрана шақырамыз, оны как келмейтін будет төлеуіміз. Давайте администратор охрана шақырайыншы. Давай шақырайын, сөйлесек, мына болмайды шы, қалай сөйтіп деген. Не отыр? Не оққанда, короче, мен мұнда қонақ шақырған ғой. В общем, шай ішейік отырайық, қой туралы ақылдасамыз деді. И, короче, қазір шыққанымда жоқ, енді мұнда шөп деген нормально сома шыққан. Жоқ, тыңдасайсың.
нормально шумно шыққан иә. Мен айтып жатырмын, мен ужигімін төлейін деп жатырмын да. Қалған камераны тауып алсам өздері тауып төлейін деп жатырмын. Жоқ, маған без разница. Мына жерде сендер алдыңдар ма шошты? Тамақтарыңды алдыңдар, енді төлеп істесеңші. Қасындағы адам жоқ, мен танымаймын ғой, мен танымаймын ғой. Мен танымаймын оны просто. Танисың ба, танымайсың ба? Дастархан басына келдің сен. Жеп отырсың ғой адаласың. Жоқ, мен оны танымаймын ғой, танысам төлейін. Қанша шықты шо, да шыққан? Нормально шыққан, нормально шыққан. Енді төлеуші ішеміз оны. мен Олай қарап отырсам, мына жерде официанттардың да еңбегі бар ғой. Жоқ, менің еңбегі бар, жоқ деп жатқан жоқпын ғой. Мен дәл сен басқаша сөйлесу керек па, қалай сөйлесеміз сені? Мен басшы сөйлесін, қалай сөйлесін керек? Жүрші, қалай жүрші. Жоқ, айта берсейші. Қалай жүрші. Күнкілерін ал, дастарын ал, қалай Ана, без разница бауырым, сен төлейсің ба, төлемейсің ба, бірігіп отырсың ба, сен тойға заказ қабылдап отырсың ба, заебалсың да сендер уже натурально. Қалай нахуй боқтамай сөйлесің? Қалай боқтамай сөйлесің? Сен енді келіп мен білмеймін де, танымаймын деймін адам деймін. Без разница мына жерде сен дейтін нахуй. Тойға заказ қабылдап отырсың, сен танымайтын ма тойға заказ қабылдайтын да енді? Иә. Мен сені танымайды екенмін өмірімде бірінші. Танымасам мен де сені танымаймын. Сен осы жердің охранасың ба? Мен не істеймін охранасы? Не болып келдің білем, мен адам күтіп отырмын. Лақтырып кеткен адамдар бір-бірлеріне лақтырсын. Мен негізі көп байқаймын, негізі бар ғой, асабалардың бәрі тыңдайсыңдар негізі бар ғой, тамада. Сен бәрі сондай деген, сен деген маған өйтпей ақ қой. Қалай нетпей ақ қой? Дұрыс шыққан бауырым. Итермеші. Қалай шеше? Итермеші. Қалай шеше? Нәкесін қатты кетіп барасың, нәке, жотам. Остановись, бэби. Достар, бүгін ханға пранк болған болатын, ойшым дейтін 9-шы микрорайондағы қаймақ кафесіне рахмет. Сосын өзім бір-екі ауыз сөз айтып жіберейін. Негізі болды ғой, мен вообще ұйықтан түккен адаммын ғой. Ойлаған жоқ былай болады деп. Екілетте тамасы, все ақша бәрін ұстап нормально оқыған екен жоқ. Екілетте түсінбей қалдым ғой. Өйтті ғой, негізі көптен бері ұсталмай жүреді, олар өйтіп кетті, маңызды жігіттер. Негізі қызбен ұстау керек бұны. Әдемі, все, рахмет.